Доктор Пимслердің Американдық ағылшынтілі. Қазақша бірінші сабақ. Сіздерге бар болғаны менің артымнан тыңдап, қайталау қажет. Еш нәрсені жазудан, жаттаудан қажеті жоқ. Ең алдымен мына әңгімені тыңдаңыз. Excuse me, miss. Do you understand Kazakh? No, sir. I don't understand Kazakh. I understand English a little. Are you Kazakh? Yes, miss. Бірнеше минуттан кейін сіз бұл әңгіменің мағынасын түсініп қана қоймай, оған өзіңіз де қатыса аласыз. Америкаға келген қазақты елестетейік. Ол қасында тұрған америкалық әйелмен сөйлескісі келеді. Ең алдымен ол айтады: "Кешіріңіз." Excuse me. Американдық диктор бұл фразаны соңынан бастап бөліктерге бөліп қайталайды. Оның айтылуын дәл орындауға тырысып, оның артынан қайталаңыз. Міндетті түрде дауыстап айтыңыз. Me. Use. Use. Excuse. Excuse. X. X. Excuse. Excuse. Excuse me. Excuse me. Ағылшын тілінде кешіріңіз деп қалай айтамыз? Excuse me. Ал енді ол түсінесің ба деп сұрағысы келеді. Түсінесіз деп айту үшін жай ғана тыңдаңыз. Understand. Диктордың артынан рет-ретімен қайталаңыз. Stand. Stand. Dur. Dur. Durstand. Under. Understand. Understand. Ал енді сіз түсінесіз деп айту үшін тыңдаңыз және қайталаңыз. You understand. You. You. You understand. You understand. Ал енді сіз түсінесіз деп айтыңыз. You understand. Қазақша деп қалай айту керек екені есіңізде ме? Kazakh. Тағы бір рет сіз түсінесіз деп айтыңыз. You understand. Ал енді сіз қазақша түсінесіз деп айтып көріңіз. You understand Kazakh. Ал мына сөз ағылшын тілінде осы шақта сұрақ қою үшін жиі қолданылады. Тыңдаңыз және қайталаңыз. Do. 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 Ағылшын тілінде сұрақ сөйлемнің басында тұрады. Біздегі сұраулы сөйлемдегі сөздің соңындағы ма-ба ағылшын тілінде сөйлемнің басында тұрады. Тағы бір рет сіз түсінесіз деп айтыңыз. You understand. Ал енді сіз түсінесіз ба деп сұрап көріңіз. Do you understand? Do you understand? Ағылшын тілінде кешіріңіз деп қалай айтамыз? Excuse me. Excuse me. Ал енді менен сіз түсінесіз ба деп сұрап көріңіз. Do you understand? Ал енді менен қазақша түсінесіз ба деп сұрап көріңіз. Do you understand Kazakh? Do you understand Kazakh? Әйел сізге жоқ деп жауап береді. Тыңдаңыз және қайталаңыз. No. 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 Ал енді ол сыпайырақ жоқ мырза деп жауап береді. Тыңдаңыз және қайталаңыз. No, sir. Sir.
Sir. No, sir. Бұл бейтаныс адаммен сөйлесудің сыпайы жолы. Тағы да мырза деп айтыңыз. Сөз соңындағы дыбысқа назар аударыңыз. Sir. Sir. Ер адамға сыпайы түрде жоқ деп айтыңыз. No, sir. Кешіріңіз мырза деп қалай айтасыз? Excuse me, sir. Excuse me, sir. Біреуден түсінесіз ба деп қалай сұрауға болады? Do you understand? Do you understand? Сіз қазақша түсінесіз ба деп қалай сұраймыз? Do you understand Kazakh? Do you understand Kazakh? Ер адам мен түсінемін деп жауап береді. Ағылшын тілінде мен деп айту үшін тыңдаңыз және қайталаңыз. I. Ал енді мен түсінемін деп айтыңыз. I understand. I understand. Ал енді мен қазақша түсінемін деп жауап беріңіз. I understand Kazakh. I understand Kazakh. Енді сіз түсінесіз деп айтыңыз. You understand. Тағы бір рет мен түсінемін деп айтыңыз. I understand. Ағылшын тілінде қалай сұрақ қою керек екендігі есіңізде ме? Ендеше сіз түсінесіз ба деп сұрап көріңіз. Do you understand? Әйелден қазақша түсінесіз ба деп сұраңыз. Do you understand Kazakh? Ол сыпайы түрде жоқ мырза деп жауап береді. No, sir. No, sir. Ағылшын тілінде мен түсінемін деп қалай айтамыз? I understand. Ол енді мен түсінбеймін деп айтқысы келеді. Тыңдаңыз және қайталаңыз. I don't understand. Don't. Don't. Don't understand. Don't understand. I don't. I don't. I don't understand. Бұл сөз тіркесі сөйлемді болымсыз етеді. Don't. Айтылуына назар аударыңыз. Сөз соңындағы T. дыбысы дерлік жоғалып кететінін ескеріңіз. Don't. Don't. I don't understand. Тағы бір рет мен түсінбеймін деп айтыңыз. I don't understand. Don't. Ағылшын тілінде T. дыбысы сияқты сөйлеудің жылдам қарқынында жоғалып кететін көптеген дыбыстар бар. Дегенмен оларды байқаған жөн. Өйткені олар бүкіл фразаның мағынасын жиі өзгертеді. Ал енді тағы да мен түсінбеймін деп айтып көріңіз. I don't understand. Ал енді қазақша деп айтыңыз. Kazakh. Ал енді мен қазақша түсінбеймін деп айтып көріңіз. I don't understand Kazakh. I don't understand Kazakh. Ал енді сіз түсінесіз ба деп сұраңыз. Do you understand? Do. Do you understand? Ал енді жоқ, мен түсінбеймін деп жауап беріңіз. No, I don't understand. No, I don't understand. Ағылшын тілінің атауы ағылшын тілінде осылай естіледі. Тыңдаңыз және қайталаңыз. English. Glish. Glish. Ing.
English. English. Ағылшын тілінде деп айтыңыз. English. Мен түсінемін деп айтыңыз. I understand. Ал енді мен ағылшын тілін түсінемін деп айтыңыз. I understand English. I understand English. Ал енді мен ағылшын тілін түсінбеймін деп айтыңыз. I don't understand English. I don't understand English. Сіз ағылшын тілін түсінесіз деп айтыңыз. You understand English. You understand English. Ал енді сіз ағылшын тілін түсінесіз ба деп сұрап көріңіз. Do you understand English? Do you understand English? Ал енді аздап деген сөзді қалай айту керек екенін тыңдаңыз. A little. Диктордың артынан сөзбе сөз қайталаңыз. A little. Oh. Lit. Lit. Little. 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 A little. A little. Мен аздап түсінемін деп жауап беріңіз. I understand a little. I understand a little. Менен сіз ағылшын тілін түсінесіз бе деп сұрап көріңіз. Do you understand English? Do you understand English? Мен ағылшын тілін түсінемін деп жауап беріңіз. I understand English. I understand English. Ал енді мен ағылшынша аздап түсінемін деп жауап беріңіз. I understand English a little. I understand English a little. Әйел сізден сіз қазақсыз ба деп сұрағысы келеді. Ағылшын тілінде қазақ және қазақ тілі екеуінің де айтылуы бірдей. Сіздің есіңізде ме қазақша түсінемін деп қалай айту керектігі? I understand Kazakh. I understand Kazakh. Сіз қазақсыз деп айту үшін тыңдаңыз және қайталаңыз. You are Kazakh. You are Kazakh. Сұраулы формасын жасау үшін сіз қазақсыз ба деп сұрау үшін екі сөздің орнын ауыстыру ғана қажет. Are you Kazakh? Are you Kazakh? Ағылшын тілінде кешіріңіз деп қалай айту керектігі есіңізде ме? Excuse me. Excuse me. Ал енді сіз ағылшын тілін түсінесіз бе деп сұраңыз. Do you understand English? Do you understand English? Сіз қазақсыз ба деп сұраңыз. Are you Kazakh? Are you Kazakh? Ағылшын тілінде «я» деп жауап беру үшін тыңдаңыз және қайталаңыз. Yes. 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 Америкада сіз танымайтын жас әйелге оны Miss. деп шақыру әдетке айналған. Тыңдаңыз және қайталаңыз. Miss. 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 Ал енді «я, мисс» деп жауап беріңіз. Yes, miss. Yes, miss. Ал енді сіз қазақсыз ба деп сұраңыз. Are you Kazakh? Are you Kazakh? «Я, мисс» деп жауап беріңіз. Yes, miss.
Ал енді менен сіз ағылшын тілін түсінесіз бе деп сұраңыз. Do you understand English? Do you understand English? Иә, мен ағылшын тілін түсінемін деп жауап беріңіз. Yes, I understand English. Yes, I understand English. Ал енді сабақтың басында тыңдаған әңгіменізді қайта тыңдаңыз. Excuse me, miss. Do you understand Kazakh? No, sir. I don't understand Kazakh. I understand English a little. Are you Kazakh? Yes, miss. Тағы бір рет тыңдаңыз. Excuse me, miss. Do you understand Kazakh? No, sir. I don't understand Kazakh. I understand English a little. Are you Kazakh? Yes, miss. Енді сіздің қасыңызда Американдық жас әйел отырғанын елестетіп көріңіз, және сіз онымен сөйлескіңіз келеді. Сіз әңгімені неден бастайсыз? Excuse me. Excuse me, miss. Ол жауап бермейді. Одан түсінесіз ба деп сұрап көріңіз. Do you understand? Do you understand? Одан ағылшын тілін түсінесіз ба деп сұрап көріңіз. Do you understand English? Do you understand English? Тағы да жауап жоқ. Осы жолы одан қазақша түсінесіз ба деп сұрап көріңіз. Do you understand Kazakh? Do you understand Kazakh? No. No, sir. Ол қазақша түсінбеймін деп қалай айтады? I don't understand Kazakh. I don't understand Kazakh. Ол сізден ағылшынша түсінесіз ба деп қалай сұрайды? Do you understand English? Do you understand English, sir? Оған аздап түсінемін деп айтыңыз. I understand a little. I understand a little. Ол сізден сіз қазақсыз ба деп қалай сұрайды? Are you Kazakh? Are you Kazakh? Оған иә, мис деп жауап беріңіз. Yes, miss. Yes, miss. Ол сізге тағы бір сұрақ қояды. Оған аздап түсінемін деп жауап беріңіз. Do you understand English? Do you understand English? A little. I understand English a little. Бұл шынымен де солай. Сіз ағылшын тілінде кішкене түсініп бастадыңыз. Алдағы сабақтарда біз бүгінгі сабақты қайталайтын боламыз. Егер бір қателіктер жіберген болсаңыз, сабақты толық түсінбеген болсаңыз, қайта басынан тыңдап көріңіз.